Xayrlı kun, hurmatli do'stlar, Dombra Үйрену paraqchasına xo'sh kelibsizlar. Sizlarмен birga men Bito're. Do'stlar, bizde bugun Alqissa kuyin, Nurg'isa Tilindiyev atamizning Alqissa kuyin үйренуdan video saboqlarini bastaymiz. Sandiq notada. Do'stlar, o'sha kuyni bastamas burun sizlarga bir narsani eskертib o'tayim. O'sha Alqissa kuyining sandiq notasini alg'angiz kelsa, tegin bizning o'sha paraqchamizga yozilasizlar. O'sha kuyning astına, video saboqning astına kommentariy yozib ketasizlar. O'zlaringizning kommentariyalarni. Yana de mana astında ko'rsatilgan nomerga yozasizlar. Mana men o'sha paraqchaga yozildim deb. Yana de sonman qator bizning Instagram paraqchamiz bor, TikTok paraqchamiz bor. O yerda de har turli ankuylarda salat bo'lamiz. Sol paraqchalarga da yozilib do'stlaringiz bilan taratasizlar mendetli turda 10 kemi 10 do'stingizga. Sol kezde sizga o'sha kuyni biz tegin jiberетін bo'lamiz. O uchun mana nomerga mendetli turda yozingiz. Yana de bizde bundan bo'lak 100 ga shaqti anning kuylarning sandiq notalari bor. O birinchi bo'lim yana ikkinchi bo'lim deb ikki bo'limga bo'lingan. Agarda sizlar sol Dombra Үйрену kitobi birinchi yana ikkinchi bo'limini olатын bo'lsangizlar, menanday keremet, ыңғайлы домбыраның құлағын турлауға арналған тюнер. Бұл домбыраның құлағын бұмен қалай турлаудың сабағы бізде парақшамызда бар. Сол арқылы көре аласыздар. Осыны біз сіздерге сыйлыққа беретін боламыз. Сол үшін бұл предзаказ, достар, ескертіп өтейін, қазір дайын жоқ. Бұған алдын ала заказ бересіздер. Ал дайын болған кезде бұның бағасы да өседі кітаптың, және де мынандай сыйлықты біз бермейтін боламыз. Сол үшін қазір предзаказ жүріп жатыр, соған заказ берсеңіздер болады. Ал ендеше достар, Alqissa күйін көріп 3 бөлімге бөлгенде жөн көріп отырмыз. Соның біз бүгін бірінші бөлімін үйренетін боламыз. Бірінші бөлім болады бізде, және де сағасы болады, бірінші сағасы және екінші сағасы болады. Bu bizde birinci bölüm, kısa bölümü deb. Kısa bölümü, және бұл bölümü bizde көп жерінде қайталанады. Сол үшін біз осыны жерін жақсылап үйреніп алайық. Енді келесі бөлімдерінде сәл ұзақтау сабақтар болатын болады. Ал кеттік ендеше достар, Alqissa күйінің бірінші бөлімін үйренуді бастаймыз. Ол үшін ең бірінші біз 0-0 ашық, яғни қағысты төмен тартамыз. Biz bu жерде шерту қағысы арқылы ойнаймыз. Яғни төмен және мына саусақтарымызбен іліп аламыз, жоғары, төмен, жоғары. Және осы 7-5-те тұрып, төмен, жоғары, 4 қағыс ойнаймыз. Және осыны қайталаймыз. Келесі бізде 7-ні үстіңгі шекте ұстаймыз. Бұлай төмен, тек қана үстіңгі шекте. Төмен және астында. Бұлай төмен және астында. Төмен 4. 4-ке ауысаңыз бірінші саусақпен және 7-ге лига жасаймыз. Сонда 7, 4 және 9. Төмен. Келесі бізде 7, төмен 4 және үстіңгі шекте 7 жоғары және 7-5. Және келесі тағы да солай 7 төмен, 4 төмен және енді 5-ке лига жасаймыз екінші саусақпен. Және 7 төмен, келесі 5 төмен, 4 төмен және 7 жоғары және 7-5. Biz 2 қатарын бітірдік. Келесі бізде 3-ші қатары. Қайтадан 7 төмен, келесі 4 төмен, 7 лига, 9 төмен. Келесі бізде 7 төмен, 9 лига. Және 11 төмен.
Kelesi 9, 7, 5, 4, 7, және 7'de 5. Қосқан кезде осылай жай тартып, сосын жайлап темп қоссаңыздар болады. Келесі 7 төмен, 4, 5 лига, 7 жұт төмен, келесі 5, 9'ға лига. 5, 9, 7, 4, 7, 4, және үстіңшікте 7 жоғары, және 7'de 5. Осылай пам-парам-пам бір рет тартамыз. 4-ші қатары. Тағы да жаңа жерін тартайық. 3-ші қатардың соңғы тактымен бастап. 5, 9 лига, 7, 4, 7, 7'de 5. Келесі бізде 7'de 7. 3-ші, 4-ші саусақтың көмегімен 4 реттен 8 қағыз. Келесі бізде 4'de 5. Бұлай ұстаймыз. 4, 7, 4, 7, 4, төмен. 4, 7, 4, және 7. Үстіңшекте жоғары. Shift ұстаймыз бұлай. Және 7'de 5. Қосқан кезде деп осымен бізде бірінші бөлім аяқталады. Осы бірақ бізде ең көп қайталанатын бөлімдердің бірі болып табылады. Сол үшін осы бөлімін жақсылап қайталаңыздар. Және міндетті түрде достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.